1941 қазан айы тайфун операциясы. Гитлердің танкілі сыналары Мәскеуге келе жатты. Астанаға дейін санаулы шақырымдар қалды. Әлем КСРО жеңілісін күтіп, демін ішіне тартып тұр. Волоколамск бағытында таңдаулы құрышты танкілі дивизияның жолында қабырға тұрғызылды. Ол Алматыда жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясы еді. Тракторшылар, есепшілер, студенттер мен жұмысшылардан құралды. Өздері ауыр танкіден жұрдай. Есесіне лақап есімі Батя атанып кеткен командир неміс соғыс мәшинесінің жонына таспа тілген тактиканы ойлап тапты. Кейін немістер оларға жабайы дивизия деп ат қойып алады. Генерал-майор Иван Панфилов елден ерекше командир болатын. Біразы бір қадам шегінбе бұйрығын қанмен өтеп жатқан тұста Панфилов майдандастарына басқа тәсіл үйреті. Оның басты ұранында маған сенің өлгенің емес, қайта тірі қалып жауды өлтіргенің қажет делінді. Ол сарбаздарын қорғады. Жаңадан келгендерді шайқасқа аттандырудың алдында танкіден қорқынышын жеңуі үшін трактормен жаттықтыратын. Жауынгерлердің шұлғауларының қалыңдығы мен қазандағы ботқаның ыстықтығын жеке өзі тексеретін. Дивизия бір отбасыға айналды. Сол отбасы Волоколамск тас жолында жауды тосып алуға әзірленіп жатты. 1941-дің қарашасы 316-шы дивизияға қарсы Вермахтың 4-ші танкілі әскері бағыт алды. Дубосеково жол айрығындағы 28 батыр жайлы аңыз сол үлкен қанды мозаиканың бір ғана көрінісі. Шындығында бәрі де батыр еді. 40 шақырымнан асатын майдан шебінде тұтас роталар мен батальондар өліспей беріспей тұрды. Артиллерияның көмегінсіз жаяу әскер танкілерді қалай тоқтата алды? Олар құрышты алыптарды қасына дейін жақындататын. Сосын шынжыр табандарына граната лақтырып, қозғалтқыш бөліктеріне өртегіш бөтелкелер тастайтын. Бұл адам тәні нағыз сұрыпты болатқа қарсы кеп жеңген қырғын шайқас болған еді. Өзінен бір бас жоғары әскерге қарсы жалғыз ерлік аздық етеді. Оған кемеңгер тактика қажет. Сол тактиканы ұтымды қолдана білген аға лейтенант Бауыржан Момышұлы болды. Панфилов спираль тактикасын ойлап тапты, ал Момышұлы оны жүзеге асырды. Спираль тактикасының мәні неде? Танкілермен оңай бұзып өтетін тұтас қорғаныс шептерге жол берілмеді. Момышұлы батальондары қысылған серіппедей әрекет етті. Олар кенеттен соққы беріп, жауды қажыта, артқа шегініп, немістерді тұзаққа түсіретін. Жолдарды қиып, түнде немістер ұйықтап жатқанда шабуыл жасап, орманға сіңіп, ғайып болатын. Момышұлының батальоны қоршауда бола тұра бірнеше күн бойы бүкіл неміс дивизиясының жойқын шабуылына төтеп бере алды. 18 қарашада Гусинево ауылы маңында неміс минасының сынығы генерал Панфиловты жалмады. Сарбаздарға бұл ауыр соққы боп тиді. Бірақ олар сүрінген жоқ. Батяның өлімінен туған қаһар олардың адуының күшейтті. 316-шы дивизия 8-ші гвардиялық дивизияға айналды. Олар іске аспас тапсырманы орындады. Яғни Вермахтың таңдаулы күшін қажытып, сібірлік резервтердің араласуына уақыт ұтты. Мәскеу төтеп берді. Панфиловшылар шегінер жері жоқ адамдар тұрғанда жаудың қанша танкісі бар екені маңызды емес екенін дәлелдеді.